Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге полный этапты айтқым келіп тұр. Ол ең бірінші анкета толтырасыздар. Анкета толтырасыздар жаңағы AgriChar, Concordia, SEC, Concordia is Fruitful Jobs, когда сервис деген сайттарға анкета толтырып тастайсыздар. Ответ келіп жатқан жағдайда ары қарай сіздерде собеседование болады. Собеседование болады. Екінші этап собеседование, үшінші этап договорға қол қоясыздар, контракт договор жібереді, соған қол қоясыздар. Одан кейін размещение жібереді сіздерге, осы датада кетесіңдер деген размещение жібереді. Размещениеда полный ферманың аты жөні, қашан фермада болу керек, датасы бәрі жазылып тұрады. Одан кейін кос номер жібереді. Кос номер жібергеннен кейін сіздерге визовая анкетаға ссылка жібереді. Визаға тапсырасыздар. Визаға тапсырасыздар, визовая анкетаны толтырасыздар. Ұқыпты кейбір сайттар өздері толтырып береді, менеджерлар, ал кейбірлер өздеріңіз толтырасыздар. AgriChar'да өздеріңіз толтырасыздар. Fruitful Jobs'та визовая анкета толтырасыздар. Визовая анкетаны менеджер өзі толтырады. Агропрактикада менеджер өзі толтырып береді сіздерге. Вот сол. Сөйтіп визовая анкета толтырады. Өздеріңіз толтырасыздар. AgriChar'да ұқыпты толтырыңыздар. Қатесіз, кос номерден қате кетпеу керек. Одан кейін барып визаға биометрия уақытын таңдайсыздар. Оплата жасайсыздар. Оплата жасап болғаннан кейін биометрия уақытын таңдайсыздар. Биометрия уақытын таңдағаннан кейін визовый центрға барасыздар. Визовый центрға барып визаға тапсырасыздар. Ол дегеніміз сетчатки глаз, отпечатки пальца алады сіздерден. Загранпаспорттарыңызды алып қалады. Сол загранпаспортқа наклейка жабыстырып береді. Жаңағы визаларыңыздың уақыты қашан басылады, қашан аяқталады, соны жабыстырып береді. Одан кейін 15 күннің аралығында визаларыңыз дайын болады. Визовый центрға барып визаларыңызды алып кетесіздер. Сіздерге Libera деген сим-карта береді. Сол Великобританияның сим-картасын береді сіздерге. Ол сим-картаны үйден шыққан кезде ұшатын күні сотка телефондарыңызға салып алсаңыздар болады. Ол Лондонға барған кезде телефондарыңызды перезагрузить еткенде сим-карталарыңыз автоматически қосылады, интернет қосылады. Ішінде 25 мегабайт болады. Ол сіздерге бір айға жетеді. Сол достар, одан кейін бір виза алғаннан кейін фотоға түсіріп менеджерға жібересіздер. Менеджерға жібергеннен кейін менеджер сізге билет ал дейді. Билет аласыздар. Билет алып, одан кейін аэропортқа барып, билет алып, группамен кездесесіздер. Бірге бір фермаға баратын адамдармен кездесесіздер. Сөйтіп бірге ұшып кетесіздер. Лондонның аэропортына барасыздар. Лондон аэропортында сіздерді трансфер күтіп алуы мүмкін.